Көз ашқаннан көргенім темір жол. Естігенім локомотив гуілі, вагон тарсылы. Алғаш отырған көлігімде тайды емес, велосипедті емес, пойыз. Зейін қойғаным темір жол туралы әңгімелер. Өйткені біз өскен станциядағы үлкендер не айтса да әлқисасын темір жолдан бастайды. Вагон дайын ба? Я дайын. Жақсы. Асық ойнап, доп қуғаным есімде жоқ. Біз пойыз ойнап өскен ұрпақпыз. Бір сөзбен айтқанда, бұғанамыз бекінгенше шойын жолдан басқа дүние көрмейді. Бала күнімізде үйдегілер бізді пойызға көп жақындатпайтын. Сөйтіп, темір жолдың түбінде жүрсек те, өткен-кеткен пойызды тек көзбен шығарып салатынбыз. Ана балдарыңа қараңдаршы, пойыз басып кетеді ғой. Басқа балаларды білмеймін. Мен локомотивке қатты қызықтым. Бір ғана машина дүниенің жүгін артқан 40-50 вагонды қалай сүйрейтініне мен таңғалатын. Мен үшін локомотивтен асқан алып машина жоқ. Локомотив кабинасына деген құштарлық бәлкім сол кезде қылаң берген шығар. Чё, когда вырастешь, станешь машинистом? Кейін ер жеткенде біз де ауылдан кете бастадық. Машинист мамандығы бойынша білім алдық. Әскери борышымызды өтедік. Ақыры дегеніме жетіп, машинист атандым. Қазіргі өлшеммен алғанда, бұл орындалған арман ба, әлде айыру қиын. Қалай болғанда да темір жол менің өмір жолым.